15 наурыз Тоқаевтың жаңартылған конституциясына қолдау білдіруге шақырып отырған қазақтың мүддесінен өзінің ақшасын, абыройын, атағын, кожный, грязный креслосын артық көрген зиялы қауымдар, әншілер, сендердің атақтарың, даңқтарың халық үшін көк тиын. Себебі сендер елімізді 30 жыл тонаған қандықол қылмыскер Тоқаев пен Назарбаевтың мүддесіне шешіліп жатқан жаңартылған конституцияға қолдау білдіріп, халықты арандатып жатырсыздар. Сіздер қазақ халқының тарихында халық жауы ретінде болашағымызға қасақана қылмыс жасаған қылмыскерлер ретінде сақталасыздар. Себебі жаңартылған конституцияда халықтың сөз бостандығы, еркін жүріп тұруы және жарқын болашағына үлкен қауіп төнетіндей заңдар, баптар қабылданып жатыр. Және елді тонаған, қазақты атқан қылмыскерлердің құқын қорғайтын баптар қабылданып жатыр. Соны көре тұра, өздеріңнің атақтарың мен грязный креслоларыңды сақтап қалу үшін халыққа қолдау білдіруге үгіт насихат жасап отырған әншілер, зиялы қауымдар, блогерлер, журналистер, заңгерлер, сендер қазақтың жауысыңдар. Сендердің бұған дейінгі еткен еңбектерің, атақ данықтарың халық үшін көк тиын. Осы күнгі іс әрекеттеріңізбен сіздер 200-ді кожный кресло үшін жұмыс жасайтын қазақтың танымалды тұлғалары болып тұрсыздар. Сондықтан сіздер халық жауысыздар. 50 жылда ел жаңарады, тақ пен табыттың егесі жоқ. Назарбаев пен Тоқаевтың билігі құлайды. Сол кезде сіздер қасықтап жинаған абыройларыңыздан айрандай төгетін дәрежеге жетіп тұрсыздар. Шелектеп абыройларың төгіліп жатыр. Зиялы қауымдар, әнші, заңгер, танымалды тұлғалар.